Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Жаңадан қосылып жатқандар, ал тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алда мен осы гүлді, басқа гүлдерді осылай ұрықтан қалай егетінімді, және оны қалай көбейтетінімді, және қалай сататынымды барлық жайлы толық ақпарат беріп өтетін боламын. Каналыма тіркеліп колокольчикті басып қойсаңыздар, менің видеомды уақытылы көріп отыратын боласыздар. Мен осындай гүлдерді ұрықтан егіп сатып жатырмын. Бұл ұрықтан егіп өздеріңізге ексеңіздер де болады, сатсаңыздар да болады. Немесе осындай сыртынан әдемі упаковка жасап сыйлыққа берсеңіздер де болады. Сондықтан өте жақсы, өздеріңізге де қызық, ұрықтан қалай шыққаны, қалай өскені жайлы. Сондықтан видеома толық жіберіп алмай қарап отырыңыздар. Парақшама тіркеліп, мына менде катарантус деген гүл. Катарантус гүлін мен көктемде ұрықтан еккен болатынмын. Осы ұрықтан ектім. Бір ұрығы 300-355 теңге тұрады. Ал әртүрлі түсінен бар. Мен осы қызғылт вулкан түсті цветін алдым. Мынандай болып шықты. Ал мынаны мен басқа жақтан еккен болатынмын. Басқа жақтан, яғни атроскасы арқылы еккен болатынмын. Атроскасы осындай жерінен көбейеді. Осындай жерінен кесіп аласыздар. Астыңғы 1-2 жапырағын алып тастайсыздар да, мына гүлін алып тастаңыздар. Күшін гүліне жұмсайды. Сөйтіп суға салсаңыздар да, немесе топыраққа салып, бетінен салафан жауып, тепличка жасап қойсаңыздар, тамырлайды. Сосын бұл гүл өзі ұрық шашады. Ұрық шашқанда, қазір көрсетем, ұрық шашатын жері мынау болады. Міне, осы піседі, қоп-қоңыр болып, сөйтіп ашылады. Екіге ашылған кезде ұрығын бәрі шашылады. Қара түсті майда ұрық болады, мак сияқты. Сол майда ұрықты егіп көбейтсеңіздер болады. Немесе мынау күзде шашылған кезде теріп алмай, қасында гүлдерге немесе мына түбіне қарай түссе, өзі шыға береді ұрығынан. Міне осындай жерінен. Вечно цветущий дейміз ғой, вечно цветущий дейміз. Әрі қашан гүлдеп тұрады. Қысы жазы тоқтамай гүлдей береді. Күн түсетін жер болса болды, су болса болды. Суды топырағы беткі жағы құрғаған кезде құйып бастаймыз. Уже өз белгі береді, жапырағын төмен тастап, сусырап. Сол кезде құямыз. Күн түсетін терезеде тұрса болады. Жазында қатты күннің, тіке күннің көзіне қажет емес, бірақ қыста терезенің алдында күннің көзінде тұра береді. Күзде, көктемде де күннің көзінде тұра береді. Менде пока 2 түсі бар. Ақ түсі бар еді. Ақ түсін далаға егіп қойғанмын. Әр түсінен араластырып, бір горшокқа ексеңіздер әдемі көрінеді. Былтыр мен ақ горшокқа, үлкен горшокқа мынау розовый түсімен қасына ақ түсін екеуін араластырып егіп едім. Бұлай гүлдегенде қызыл ақ болып әдемі көрінді. Енді ақ түсімен мына түсін араластырып ексем деп отырмын. Екеуі әдемі көрінетін болады. Бұйыртса. Ал түсінбеген нәрселеріңіз болса, комментарий жазып сұрап өтсеңіздер болады. Алда осы тағы да 1-2 түсінен фиолетовый түсін көрдім. Өте ерекше әдемі көрінеді. Сол түсінен еккен кезде сіздерге видео түсіріп көрсететін боламын әлде. Ол түсі көп кездесе бермейді. Сондықтан сол түсінен де егіп сатсам деген ойым бар. Алда видеоны көру үшін каналыма тіркеліп, колокольчикті, қоңырауды басып қойсаңыздар, ешқандай видеомды көрмей қалмай, бәрін көріп отырасыздар. Мына жерден жаңадан гүл ашып жатыр бутондары. Сол капризный емес, өте төзімді гүл. Күн түсетін жер, су болса болды, жарық жер болса болды, тоқтамай гүлдеп тұра береді. Қысы жазы. Қыста терезелеріңіздің алды жайқалып гүлдеп, жаз ұқсап тұрады. Адамға көңіл күй сыйлайды.